Неге ауылдың 90% құрайды? Өздеріңіз көріп тұрсыздар, Қазақстанда инфляция қарқынды жүріп жатыр. Сонымен қоса, осы жылы НДС 16%-ке дейін жоғарылады. Яғни жыл басталмай тұрып, тауарлардың барлығы 20-30%-ке дейін қымбаттап кетті. Ол тауарлардың қымбаттауы мал шаруашылығының өзіндік құнын жоғарылата түсетіндігі айдан анық. Ал еттің бағасы ол үкіметімізбен ұсталып тұр. Кеше Атамекен бизнестағы талқылауда министр өкілі ет экспортын азайтып ұстап тұратындығын және ол арқылы еттің құнын төмендетіп ұстайтындығын көрсетіп айтты. Яғни қазіргі таңда малмен айналысатын ауылдық тұрғындарға тек қана малды бағу ол аздық етеді. Бүкіліне табысын жоғарылату керек, ол үшін білімді жоғарылату керек, нақты қаржылық қуаттылығын арттыру керек, және де оларға жоспармен жұмыс істеп үйрену керек. Сонымен қоса ауылдық бизнесін дифференцировать ету керек. Тек қана ет сатумен шектелмей, басқа да табыс көздерін іздестіру керек. Мысалға, қымыз сату керек, сүт өнімдерін сату керек. Негізі дайын өнімдер олар еттің құнынан әлде қайда қымбат. Және де маркетплейстерді әртүрлі, яғни Instagram, TikTok'ты дамыту керек. Осы маркетплейстер көптеген алып сатарларды айналып өтіп, тікелей халыққа, яғни тұтынушыға шығуына көмектеседі. Егер оның барлығын үйренбесе, қазіргі қарқынды жүріп жатқан инфляцияға қарсы тұру және мал шаруашылығын ұстап қалу қиындау болады деп ойлаймын.